Союз ТМА-18 ғарыш кемесі халықаралық ғарыш станциясына жетті. Қазақ ғарышкері Айдын Айымбетов, ресейлік Сергей Волков және еуропалық ғарыш агенттігінің астронавты Андреас Могенсон басқарған ғарыш кемесінің халықаралық ғарыш станциясымен қосылуын Ресейдің Королев қаласында орналасқан ұшуды басқару орталығы бақылап отырды. Дәл сол жерде болған біздің меншікті тілшіміз Руслан Оспанов баяндайды. Бұл тарихи сәтті әлемдік ғарыш агенттіктерімен бірге бізде бақылап отырдық. Есть касание. Айта кету керек, бұл жолы Союз кемесі халықаралық ғарыш станциясына ұшуы 2 тәулікке жалғасты. Ғарыш кемесі ұшуын автономды түрде жалғастырып, бүгін Астана уақытымен 13:39-да халықаралық ғарыш станциясымен түйісті. Аталған шара ойдағыдай өтті. Айта кету керек, Союз ТМА-18 кемесі адамдардың жер орбитасына шығарған 300-ші ғарыш кемесі болып есептеледі. Осылайша қазақтың 3-ші ғарышкері Айдын Айымбетов ғарышты бағындырған 300-ші кеменің 2-ші борт инженері ретінде адамзат тарихына енді. Қазір экипаж халықаралық ғарыш станциясына өтуге дайындалуда. 1-2 минуттың ішінде стыковка өтті, өте жақсы өтті, денсаулығы да жақсы, бізге кешеден бері айтып жатқан. Енді айтайын дегенім, бізде біраз ғылыми жағынан эксперименттеріміз бар, соның бәрін өткізетін жағдай бар. Астана бізде әзірге осы.